Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге оңай жасалатын өзімнің тапсырысқа жасап жүрген песочный самсамның рецептімен бөліспекпін. Бұл самсаны мұздатқышқа 1 айға дейін қатырып тастасаңыздар да болады. Каналыма тіркеліп сақтап алыңыздар, келесі видеода өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Салқын сармайды ұнға күштен өткізіп осылай крошка жасап аламыз. Крошка жасап алғаннан соң оған 2 жұмыртқа, су, тұз қосып, қаймақ салып, жақсылап қамырды илейміз. Илеп болған қамырды тоңазытқышқа 2 сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Тоңазытқышқа жібергеннен соң енді салмасына кірісеміз. Мен сиыр етін қолдандым. Сиырдың фаршына ұсақтап тураған пияз қосамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Аздап кориандр қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырды 20-30 граммнан өлшеп аламыз. Қатып қалған қағида жоқ, 40-50 граммнан үлкен қылып өлшесеңіздер де болады. Өлшеп алған қамырымызды аздап ұн сеуіп, жұқалау етіп жаямыз. Қатты жұқа қылып жібермейміз, қатты қалыңда қылып жібермейміз. Ортасына салмамыз саламыз. Салманы тым көп қылып та салып жібермейміз, өйткені пісу барысында самсамыз жарылып кетеді. Шеттерін жақсылап бітейміз, ашылып кетуі мүмкін. Видеодағыдай етіп осылай қайырып бітеп шығамыз. Пешке жібермей, дәл осы күйінде жабысып қалмас үшін пергаменттің үстіне қойып, мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақыттарыңызды мұздатқыштан шығарып пісіре бересіздер. Ал дәл қазір мен жартысын қатырдым, қалғанын осылай пісіремін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе қара зере дәнін сепсеңіздер болады. Пешке 180 градус қызған пеште дайын болғанша пісіреміз. Әр пеш әртүрлі, сондықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Солай менің каналымның дамуына үлес қосасыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.